Келесі сұрақ бізде with операторы. With оператор дегеніміз Pythonдағы файлдармен жұмыс бөліміндегі функция. Яғни файлдармен жұмыс жасаған кезде түсінбейтіндер үшін немесе 10-шы сыныптар үшін енді бастап жатырған, бұл Python арқылы біз ойдан папка құра аламыз, файл жасай аламыз, кәдімгідей текст блокноттағыдай текст файл, соны ашып жаба аламыз. Яғни біз ашып жауып отыру керек. Всегда басында open жүреді, и кодтың соңында біз close деп жабу керекпіз. Бірақ біз осы екеуін жазып отырмай, біз тек қана нені қолдануға болады? With'ді қолдануға болады екен. Файлдағы барлық жолдарды бірден оқиды және тізім жасайды дейді. Жоқ, тізім жасамайды. Бұл емес. Б. Файлды оқу және жазу режимінде ашады. Ашады, еще ол жабады. Жолдың белгіленген бөліктерінің тізімін қайтаратын бос орындарға немесе символдарға бөледі дейді. Жоқ, бұл да келіспейді. Д жауабы файлды автоматты түрде, мына қараңдар, автоматты түрде ашады және жұмыс аяқталғаннан кейін оны жауып тастайды. Яғни ашып жауып отыратын ол бізде не екен? With оператор. With қазақша бізде не болады? Бірге.